Ay balam sen misin? Özüңdü uzak kuttuk koy, aman sen geldin be. Balam, ağaң amandас. Al жүрүңүздөр, үйгө кирейик. Бақыт балам. Түсінемін. Өзіңе де бауырыңа оңай болмайтын. Бұл өмірде ешкім мәңгілік емес. Сен ренжіген әкең де, анаң да енді келмеске кетті. Қалаға интернатқа оқысын деп, тоқысын деп, көзі ашық болсын деп, қатарынан қалмасын деп. Адам болсын деп, өзіңді оқуға жіберді. Оны өзің түсініп отқан шығарсың. Бауырыңа енді өзің демеуші бол, қорғаушысы бол, өзіңе аманат. Енді қалада тұрасыңдар ма, ауылда тұрасыңдар ма, енді өзің үлкенсің ғой, өзің шеше жатарсың. Ал балалар, қазаның арты қайырлы болсын. Амандықта кездесейік. Тамақ ішесің? Жоқ.
Қалада әкесіз, анасыз өскен қалай? Басында сен жек көретін әкеңді де, сені ренжіткен анаңды да сағынасың. Сағындырып, енді қашан көрсеміз деп жүргенде, міне, тағдыр мені өмір бойы сағындырып қойды. Интернатта оқып жүргенімде бірақ арманым болды. Әкемнің, анамның қасында бір күн болу. Әкем мені ешқашан жақсы көріп еркелеткен емес, тек ұрып соғуды ғана білетін. Қазір енді мүмкіндік берілсе, тағы да ұрыңызшы, тағы да соғыңызшы деп айтар едім. Ау, анамның алақанына басымды қойып, салқын тамағын ішкім келеді. Балам, үйге кір деп айғайлаған естігім келеді. Анамның жымиып күлгені әлі көз алдымда тұр. Тағы да бір рет мені көріп, жымиып қуанса ғой. Телевизорды көрсем, әр уақытта ренжи ме? Оны саған кім айтты? Маған ол да айтты. Молда айта береді. Қаласаң жүр, бірге көрейік. Әлгі жұлдызға қонақтардың алдында өнер көрсеткен үшін $500,000 төлеген екен. Маңдай терін төгіп тапқан адал ақша емес ау. Әйтпесе қайдағы бір артистің жарты сағат ән салғанына сонша шашылар ма еді? $500,000? Ол қанша сонда? Ол көп ақша. Оған біз сияқты барлық жетім балаларды тойдырып, бір жыл бойы тамақ әперуге болатын шығар. Онда сол адам неге сөйтпейді екен, а? Өйткені ол адам емес. Қабілет! Сен не велосипедте болмайсың ба не? А? Те болмасаң жүр үйретейін. Жоқ, керек, өзім үйреніп. Жүр, бірге үйренеміз. Кеттік. Алып жүр. Жарайды, әнші сайттан, Қабілет. Отырдың ба, е? Жөнді мықтап ұстайсың. Мұна педальды басып келе жатып. Қара. Байқа, тоқтап. Мананы артқа басқан кезде ақтайын аласың ба? Түстің ба? Кеттік. Отыр. Аяғымен бас, е? Қазір сен үзгенде аяғымен басып көмектесін. Ал. Айда. Айда, Қабілет. Айда. Тіке. Айда. Жіберем, Қабілет, жіберем. Рөлді қатты ұста. Үйренбек. Қабілет, үй бас. Бас, аяғымен бас. Үйренбек. Сізге велосипедті айдауға әкем үйретті ме? Жоқ. Әкемнің маған велосипед үйрететін уақыты болған жоқ. Интернатта жүргенде өзім үйреніп алдым. Ал маған үйретемде сол беті үлгерген жоқ. Қабілет, бұл өмірде кейбір нәрселерді үйрену үшін әкеңнің де, шешенің де, тіпті басқаның да көмегін керек жоқ. Кейбір нәрселерді өмірдің өзі үйретеді. Әлгі жерде мен сабаққа кешіккенім үшін
Апай маған поэзия оқып бер деді. Мен бүкіл топтың алдында сасқалақтағанымнан Мұқағалидың поэзиясын судырлатып оқып бердім. Сөйтсем ол Мұқағалидың емес, Абайдың өлеңдері екен. Бірақ ол жерде ешкім білмей қалды. Менен кейін екі қыз кешігіп келді. Олар билеп берді. Одан кейін бір бала ән айтып берді. Мына құрастыра аласыз ба? Құрастырып көреміз бе? Иә. Көрейік. Мен сені бұйырса осы жаққа алып барам. Шынымен ба? Амансыңдар ма? Аманбыз. Сенің анаң менің анама қарыз ет. Соны алып кетуге келгем. Түсінесіңдер ғой енді. Әлі қалай еді анау? Судың да сұрауы бар дейтін бе? Түсінесің ғой енді. Қанша қарыз? 50 мың. Анаң марқұм жақсы адам еді. Үнемі қарыз алып тұратын. Бізге әкеп беретін. Сендерге ақша керек болса айтыңдар. Береміз. Сендер танимыз. Сендер біз танисыңдар. Ең басы қайтарып тұрсаңдар болды ғой. Мә. Сол жаңа ақша керек болса алып тұрыңдар. Береміз. Қанша керек қарамаймыз ғой бізде. Бізге сендерден енді ештеңе керек емес. Керек. Бәріне керек. Кеттік. Тартылғаны, көрсет өнерін. Тағы бір рет. Негізі 20 жасаймын. Ой, 20 рет тартылам дегенің қайда? Білмеймін, бүгін велосипед айдағаннан ба күшім аз. Ой, жарайды. Керек сол 20-дан көп жасаймын. Қара, қазір мен саған қалай тартылу керек екенін көрсетемін. Көрдің бе? Осылай сенімді тартылу керек. Қабілет. Қолындағы немене? Бәрі анамның қабіріне Ахмет ағаны тастайды. Ал мен болсам тастай алмадым. Кел онда. Осы көлге лақтырайық. Барлық заттарыңды тастап кетемісіңдер? Оның бәрі осы үйдің заттары. Кейін қайтарыңдар деп
Мені әуреге салмаңдар.